Бүгін міне сәуірдің 15-ші жұлдызында хабар алайын деп келіп едім Бағилаға. Өсіп тұрған салтанат пекарнесінің алдында көзім түсті жай қалған қызғалдақтарға. Бір талды өсірудің өзі түсер қиынға, климаты қатал Маңғыстауымда. Кімді көрдің қызғалдақты өсірген бағында? Осының бәрі шеберлік пен еңбектің арқасында. Мың түптен артықтау ма дедім санағанымда, жүрегім қуанып, көз қуанар қарағанымда. Ағы да, сарысы да, қызылы да бар араларында, нұрын шашып тұрғандай қараған адамдарға. Бау-бақшада шырша емен бәрі бар, шие, жүзім, өрік, алмұрт, алмалар. Жаңаөзенде өзім әлі көрмеген, иіліп тұр бір бұрышта мәжнүн тал. Айналаға қарап назар салсаңыз, екі жолдың қапталында жайқалған шырша, емен, мәңгі жасыл ағаштар. Өседі әлі әрбір түбі 100 жылдан. Бұл бақшаның иесі біздің Мекеев Мұхтар. Қазағымда жақсыдан бақ қалар деген сөз бар. Дегенде бар, жақсының жақсылығын айтсаң нұры тасар. Еңбек етуді үйренуіміз керек осындай жақсылардан. Әр жылы көктемге Шымкентке де өзі барар. Шымкенттің базарын асықпай аралар. Түрлі өсімдіктер мен ағаштардың көшеттерін қарар. Таңдап алып көшеттерге миллиондарды сауар. Жыл сайын бау-бақшасын жаңартып отырар. Бір жылы еккен еді 1000 түптей қызыл раушандар. Мерекелерде үйіне қыдырып барсаң, сол раушандарды сыйға тартып бізді қуантар. Биыл да бақшаны жаңартып екті қызғалдақтар. Қызғалдақтары жайқалып көздің жауын алар. Қаншама еңбекпен маңдай тердің арқасы, айтыңдаршы, Мұхтардай бағбан жігіт қайда бар? Бау-бақшаң жайқалып жемісін берсін. Алла еңбегіңнен шығыныңның есесін жеткерсін. Атамның еккен бағы деп мақтанып жүріп, бақшаңның жемісін немере шөберелерің жесін. Еңбегіңмен бірге бағың да жансын. Бағбан баба болып 100-ге де келсін жасың. Ұрпағыңның қызығын көріп Бағиламен қоса ағарың. Бұйырса бағыңның көлеңкесінде әдемі қартайың.